Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін міне ерке сылқым күйінің басын үйрететін болам. Ең бірінші міне қолды бұлай төменге түсіресіздер. Сосын жоғары көтересіздер. Қайттан түсіресіздер. Сонда барлығы үшеу болды. Төмен, жоғары, төмен. Үш қағысы. 1, 2, 3. Соны бірге тартасыздар барлығын. 3 қағыс. Әр қарай үстінен 8 шперіне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үстінен міне мына жерден басамыз, сызықтың алдынан. Астынан 7 шперіне, сызықтың алдынан басамыз. 8 мынау, сонда 7 мынау. Үстінен басып тұр, мынаны астынан. Шатасып кетпеңіздер, ма? Осылай басып тұрыңыздар. Сосын мына бас бармақпен қолды көтереміз 2 рет. Екеуін бірге тартамыз. Енді бұны үйрендік қой. Енді жанағымен қосамыз. Басында жаңа айттым ғой, 3 қағыс. 3 қағыс, міне ештеңе баспай. Сосын жанағы 8, сосын 7 шперіне. Жоғарыға, жоғарыға. Енді біріктірем осыған жанағыға. Бірге тартам, екеуі. Міне жанағы. Осындай міне музыка шығады. Бірі-бірін жанағы арасына үзбей тартқан кезде. Енді әр қарай тағы да 3 қағыс. Төмен, жоғары, төмен. Ешқандай пернені баспаймыз. Енді үстінен 7 шперіне, астынан 5 шперінен басамыз. Санаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ні үстінен бастым, 5-ті астынан бастым. Міне қағыс жоғарыға, тағы жоғарыға. Енді жанағыға қосып тартам. 3 қағыс, сосын 2 қағыс. Қосылған кезде міне сосын бірден 7 мен 5-ті жанағы 7 мен 5-ті тартып жібересіздер 2 рет. Міне осылай. Көрдіңіздер ма? Ешқандай қиын емес, тек сандарды санап тауып, сандарды дұрыс бассаңыздар болды. Әр қарай жалғасы тағы да 3 қағыс ашық. Сосын үстінен 10 шперіне, жоғарыдан бастап санайсыздар, 10 үстінен астынан 8 шперіне. Жоғарыға, жоғарыға. Енді барлығын басынан бастап қосақ. Біз бағана мына жерде бастадық, 8 бен 7 болды ғой. Сосын тағы ашық. 7 мен 5. Сосын жаңағы 10 мен 8. Осы жерге дейін үйреніп алыңыздар. Қиын емес сонда үйрену. Ал кім үйренді, комментарийге жазыңыздар міндетті түрде.